Қайырлы күн көрермен, Көркем Тоқыма каналына қош келдіңіз. Бүгінгі бейне сабақта сіздермен бірге қыздарға арналған бас киім тоқимын. Осы өрнекті ұл балалардың да бас киіміне пайдалануға болады. Сондай-ақ резинканың ерекше жиектік түрінде тоқып үйренеміз. Тоқылуы жеңіл, көрінісі әдемі бас киімді бірге тоқып көрейік. Ендеше іске сәт! Бас киімді балаларға арналған антипеллинг жібімен тоқимын. 100 грамда 250 метр 4 сантиметрлі спицымен тоқуға ұсынылған. Кішкене үлгі тоқып, оны керіп, тоқыманың тығыздығын анықтаймыз. Ілгектердің саны 4-ке бөлінуі керек. Екі шеті де ашық спицыға басқа түсті жіптен қажетті ілгек санының тең жартысына бір ілгек қосып ілеміз. Мен 51 дана ілгек іліп алдым. 3 дана спицыға бөліп, соңғы ілгекті алғашқы ілгекке кигізіп, дөңгелек бойына біріктіреміз. Жіптің қысқа ұшын тартып, соңғы ілгекті кішірейтеміз. Бірінші ілгектен бастап барлық ілгектерді оң ілгек етіп тоқимыз. Осы резинка бөлігін тоқу барысында негізгі бөлікті тоқитын спицадан бір шама жіңішке спица алған дұрыс. Бас өлшемінен 2 есе аз ілгек алынды деп уайымдамаңыздар. Келесі қатарда дәл осы ілгектер санын қосып тоқитын боламыз. 3 спицадағы барлық ілгектерді бір қатар тоқып болған соң, осы жіптің екі ұшын байлап, бекітеміз. Ұзын ұшын кесіп, негізгі жіппен тоқуға кірісеміз. Осы жіппен барлық ілгектерді оң ілгектер етіп, 4 қатар тоқып шығамыз. Қатардың басын маркермен белгілеп қоюды ұмытпайық. Ілгектердің аса тығыз етіп тоқылмағаны дұрыс. Мінекей бас киімді тоқитын негізгі жіппен 4 қатар тоқып шықтым. Ал енді тоқыманы ішкі теріс бетіне бұрып, басқа түсті жіптің арасында анық көрініп тұрған алғашқы қатар ілгектерін қоса тоқып жалғастырамыз. Спицада тұрған ілгекті оң ілгек етіп, алғашқы қатар ілгегін теріс ілгек етіп тоқимыз. Мінекей видеодан байқағаныңыздай, спицадағы ілгекті оң ілгек етіп тоқып аламыз. Алғашқы қатар ілгегін спицаға іліп аламыз. Және оны теріс ілгек етіп тоқимыз. Алғашқы қатар ілгегінің бәрі теріс ілгек болып тоқылады. Алғашқы қатар ілгектерін ілуде арасында қалып кетпеуін, келесі спицаға көшуде оң және теріс ілгектердің кезектесе тоқылуын қадағалайық. Мінекей айтылғандай ілгектердің саны 2 есеге артты. Енді басқа түсті жіпті шешіп алып тастаймыз. 2 есе аз ілгекпен тоқылып, қысып бекітілген жіптен босатылған тоқыма енді бас өлшеміне сәйкес келетін болады. Мінекей ерекше жиекті резинка түрі осымен дайын. Әрі қарай бір оң, бір теріс ілгекті кезектесе отырып 12 қатар тоқимыз. Содан соң резинка бөлігін аяқтап, негізгі бөлікті тоқу үшін 4,5 мм спицаға көшеміз. Өрнек 4 ілгектен 8 қатардан тұрады. Өрнектегі ілгектер 2 қатар бойы тоқылады. Өрнектің бірінші қатарында бір оң, бір теріс ілгекті кезектестіріп, қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың басында маркермен немесе басқа түсті жіппен міндетті түрде белгі қойып алайық. Шатасып қалмас үшін тоқыманың соңына дейін сақтайық. Бірінші қатардың соңына да келдік. Екінші қатарда оң ілгектің үстіне оң, теріс ілгектің үстіне теріс ілгек тоқып, бірінші қатардың өрнегін қайталаймыз. Қатардың соңына дейін осы әдіспен тоқып шығайық. Үшінші қатарға келдік. Маркерден кейінгі алғашқы ілгекті теріс, келесі 3 ілгекті оң ілгек етіп тоқимыз. Ілгектерді тоқу барысында санап отырамыз. Шатасып кетсек, өрнегіміз шықпай, келесі қатарда түсінбей қалуымыз мүмкін. Мінекей бірінші ілгек теріс, екінші, үшінші, төртінші ілгек оң ілгекпен тоқимыз. Үшінші қатардың соңына дейін осы әдіспен тоқып шығамыз. Ал төртінші қатарда, үшінші қатардағы өрнектің үстінен қайталайтын боламыз. Мінекей бір теріс ілгектің үстінен теріс ілгек, 3 оң ілгектің үстінен оң ілгектер тоқимыз. Қатардың соңына дейін осылай жалғастырамыз. Маркерден кейін 5-ші қатарда бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс ілгек тоқып,
Қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Келесі 6-шы қатарда 5-ші қатар өрнектерін қайталаймыз. Оң ілгектің үстінен оң ілгек, теріс ілгектің үстінен теріс ілгек тоқимыз. 6-шы қатарды дәл осы әдіспен аяқтаймыз. Ал 7-ші қатарда маркерден кейінгі 2 ілгекті оң ілгекпен, 3-шісін теріс, 4-ші ілгекті оң ілгекпен тоқимыз. Әрі қарай осылайша жалғастырамыз. Сонда біздің теріс ілгектердің арасында 3 оң ілгек тоқылады. Мінекей видеодан байқаған болсаңыз, 1 теріс ілгек, 3 оң ілгек, 1 теріс ілгек, 3 оң ілгек болып жалғасын табады. Тек қатардың соңында теріс ілгектен кейін 1 оң ілгекпен аяқталады. 8-ші қатарда 7-ші қатар өрнектерін қайталайтын боламыз. Оң ілгектердің үстінен оң ілгек, теріс ілгектің үстінен теріс ілгек тоқып шығамыз. Яғни қатардың басында 2 оң ілгек, 1 теріс ілгекпен бастасақ, сосын 3 оң ілгек, 1 теріс ілгекпен жалғастырамыз. Қатардың соңын 1 оң ілгекпен аяқтаймыз. 8 қатардан тұратын өрнегіміз осымен аяқталды. Енді қажетті биіктікті 1-ші қатардан бастап қайталап тоқып шығамыз. Тоқыманы әрі қарай жалғастыру барысында ұмытып қалмас үшін өрнектің жазбаша түрін көшіріп немесе скриндап алыңыздар. Мінекей мен өрнекті 6 рет қайталап 20 см болатындай биіктікке тоқып шықтым. Ал енді бас киімнің төбесін қысқартуға кірісеміз. Ол үшін маркерден кейінгі әрбір 2 ілгекті біріктіріп, оңға қарай қысқартамыз. Қысқарту барысында барлық ілгектерді оң ілгек етіп тоқимыз. Сонда жалпы саны 100 ілгектен тұратын тоқыма 50 ілгекке 2 есе азаяды. Ал келесі қатарда барлық ілгектерді қысқартпастан оң ілгек етіп тоқып шығамыз. Төбесін жинақтау барысында осы бөлігі бүрмелердің арасынан аса көрінбейтін болады. Келесі қатар соңғы қатар болып табылады. Маркерден кейінгі әрбір 2 ілгекті біріктіріп, оңға қарай қысқартамыз. Ілгектердің саны одан әрі азайып, қысқарту қиындық тудырған кезде өлшемі бір шама кішірек тростағы спецімен тоқуды жалғастырдым. Осы қатардағы қысқартуды аяқтап болғаннан кейін, жіптің ұшын ұзынырақ етіп қалдырып кесіп, тоқыма бұйымын тігуге арналған инеге сабақтаймыз. Специяда қалған ілгектердің бәрін инедегі жіпке өткіземіз. Тарқатылып кетпесі үшін бірде-бір ілгек инедегі жіпке ілінбей қалмауы тиіс. Аса мұқияттылықпен барлық ілгектерді инедегі жіпке өткізіп алайық. Мықты бекітілу үшін инедегі жіпті ілгектердің арасынан 2-ші рет өткіземіз. Барлық ілгектерден өткізіп болған соң, жіпті қатты тартып, қалған ұшын ішкі бөлігіне жасырамыз. Бас киімді тоқу осымен аяқталды. Енді жылы суда жуып, тегіс жерде кептіру қажет. Мінекей осымен біздің тоқыма бұйымымыз дайын. Мен осы жіптен көлемді помпон жасап, жоғарғы бөлігіне тігіп қойдым. Тоқыма өрнегі көлемді ромб тәрізді болып шығады. Бас киім осы күйінде көктем және күз мезгілдерінде киюге қолайлы. Егер қыс мезгіліне арналған жылы болсын десеңіз, қалың әрі жұмсақ матадан астарлық тігіп алған жөн. Бүгінгі бейне сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп пікір қалдыруды, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.